Биыл Түркістан облысында жыл басынан бері 40 адам суға кетіп бақилық болған. О дүниелік болғандардың 29-ы кәмелет жасына толмағандар. Жыл сайын осындай шамада адамдар судан ажал құшып жатады. Қайғылы оқиғаны болдырмау мақсатында тиісті жұмыстар жоспарға сай атқарылып келеді дейді сала мамандары. Ендеше неге адам өлімі қысқармай отыр? Бүгін осы сауалға жауап іздейтін боламыз. Армысыздар, эфирде қоғамдық саяси ток-шоуы. Біз бастаймыз. Ендеше студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Ерік Сарыбаев Темірханұлы, Түркістан облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары, полковник. Ахметов Бегімхан Төреханұлы, Түркістан облысы полиция департаментінің жергілікті полиция қызметінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі. Қайрат Арап Әбдірахымұлы, Түркістан облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының тәрбие және қосымша білім беру бөлімінің бас маманы. Ерғали Достай Жақсыбекұлы, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті Жас Отан жастар қанаты филиалының төрағасы. Студиямызға қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Алдымен әңгімемізді бастамас бұрын әріптесім дайындаған бейне материал бар. Соны тамашалап алайық, сосын әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Елімізде биылғы жылдың өзінде шомылу маусымы басталғалы бері 70 бала суға кеткен. Бұл жайында төтенше жағдай министрлігінің өкілі Бауыржан Сыздықов мәлімдеді. Айтуынша, қараусыз баланы тапқан жағдайда құзырлы органдар міндетті түрде ата-анасын әкімшілік жауапкершілікке тартады. Ал Ұлыбритания, Германия мен Америкада балаларды қараусыз қалдырған үшін қылмыстық іс қозғалады екен. Судағы қауіпсіздік ережелерді бұзғаны үшін 3328 заң бұзушы тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ағымдағы жылы су айдындарында 214 адам, оның ішінде 43 бала құтқарылды. Бұл ретте құтқарылған 41 адам белгіленбеген орындарда шомылғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал Түркістан облысында жыл басынан бері 38 адам суға кеткен, оның 28-і жас бала. Көз жұмғандардың ең кішісі 2 жасар бүлдіршін. Оқиға Жетісай ауданында тіркелген. Жалпы жыл санап мұндай жағдайлардың жиілеп бара жатқан төтеншеліктер ең әуелі ата-ананың салғырттығынан көреді. Отбасымен, достарымен тынығуға шыққан адамдар балаларын қараусыз қалдырады дейді. Қайғылы жағдайлардың негізгі себептері негізі жас балалардың ата-ананың қарауынсыз қалуы су айдындарының жанында. Одан кейін жүзе білмеу, өз күшін суда дұрыс пайдаланбау. Сонымен қатар тыйым салынған орындарда суға шомылу. Және де біздің азаматтарымыз, кейбір азаматтарымыз алкогольдік ішімдік суын пайдаланып суға шомылады. Тек балалар ғана емес, елімізде ересектер арасында да суға кететіндер аз емес. Биыл шомылу маусымы басталғалы бері 312 адам суға кеткен екен. 214 адам дер кезінде әрекет еткеннің нәтижесінде құтқарылған. Оның 43-і жас бала. 41 адам рұқсат етілмеген орындарда суға кеткен үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Шынар Әділханқызы, Райымбек Жарылғап, Түркістан Таймс. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, мәселен, қазіргі кезде қоғамның кәдімгі түйткілді мәселесін айналып отырған, бұл жаңа суға кету мәселесі. Енді оңай емес қой. Бір адам ойламаған жерден айдың күн аманында ешбір себепсіз біреуден айырылып қалу деген оңай емес. Бірақ дей тұрғанмен бұл болып жатқан оқиға ғой. Бүгінде осы мәселеге қатысты өзіңіз айтып өтсеңіз, қандай шаралар атқарып жатырсыздар? Рахмет. Мынау енді өздеріңізге белгілі. Түркістан облысы еліміздің ең оңтүстік өңірі. Осыған да байланысты көп жағдайлар орын алады. Өйткені біздегі суға түсу маусымы сәуір айынан басталып, осы қазан айының аяғына шейін созылып жатады. Осы уақытқа дейін барлықтар суға түсіп жатады. Сонымен қатар тағы да айта кеткім келіп отқаны, республикамыздағы ең суармалы жерлері көп облыс осы Түркістан облысы. Ал енді суармалы жерлердің барлықтарына өздеріңіз білесіздер, каналдар мен арықтар тартылған. Жалпы енді орта есеппен алатын болсақ, 3,5 мыңнан аса бізде каналдар мен арықтар бар. Олардың жалпы ұзындығы 15 мың шақырымнан асып өтеді. Ал осы каналдар мен арықтардың өтетін елді мекендер біздің облысымыздың 3-тен 2 елді мекендердің іші болмаса жандар арқылы өтеді. Бұл жерлердің барлықтарын енді айта кету керек, еш қайсысы да арнайы суға шомылу орындар емес. Оның барлықтары дерлік
шомылуға тыйым салынған жерлер. Арнайы белгілерде орнатылған. Жергілікті атқарушы органдар, төтеншалар мамандармен бірлесіп. Алайда осы жағдайларға қарамастан, жаңа сюжетте де айтып отыр, облысымыздағы суға батқан адамдардың саны көбейіп отыр. Бұл енді республикамыздың аумағында алатын болсақ, өте үлкен үлесті осы Түркістан облысы беріп отырмыз. Нешінші орындасыз? Біз қазіргі таңда екінші орында тұрмыз, мынау Алматы облысынан кейінгі. Енді өздеріңіз білесіздер, енді Алматымен салыстыруға болмайды. Ол жерде демалыс орындары, Алакөлі бар, Қапшағайы бар, үлкен жаңағы мегаполистерге жақын орналасқандықтан демалушылар көп. Ол жерлердің барлықтарын патрульдеу, рейдтік жасалау, іс-шаралар жасап, құтқарушылармен толықтай қамтамасыз ету қиын болғандықтан да ол жағы да бар. Алайда енді мен бұл жерде статистикаға тоқталғанды да дұрыс емес деп санаймын. Мынау енді әрбір адам, бұл енді біздің еліміздің ең қымбат байлығы. Әрбір суға кеткен фактісі бойынша хабар түскен кезде біздің хабарғамыз қайысып отырады. Осы жағдайлар тек қана төтенше жағдайлықтар емес, бүкіл осы мемлекеттік қызметкерлер, еріктілеріміз бар. Жалпы қоғамның үлкен бір дертіне айланып бара жатқандай жағдайда. Осыған байланысты облыс басшылығы да қатты алаңдауда. Осы жыл басталғалы бері біз мынау ақпан айында осы суда қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі бойынша облыс әкімінің тікелей басшылығымен төтеншалардың алдын алу және жою комиссиясының отырысын өткізіп, одан кейін де тағы да 3 рет қарап тастадық бұл мәселе бойынша. Осындай қайғылы оқиғалардың қалай алдын аламыз деген нәрсе. Бұл ретте енді профилактикалық жұмыстар мінекей жергілікті полиция қызметкерлерімен, білім саласындағы қызметкерлермен, еріктілермен, жергілікті атқарушы органдармен және де басқа қоғамдық ұйымдармен бірлескен түрде жұмыстар атқарылып жатыр. Ал енді бұл жерде айта кететін жағдай ең үлкен себептеріне тоқталып өтсек. Және сюжеттен де көрдіңіздер, ата-аналарының қарауынсыз қалған мынау әлі мектеп жасына дейінгі балалардың суға кетіп жатқаны тіпті бізді алаңдатуда. Енді жалпы статистиканы тағы да айтпайын десем айтуға мұршамыз. Осы жерде жаңағы айтып кеткен 40 суға кеткен адамның 15-і осы мектеп жасына дейінгі балалар ата-ананың қарауынсыз қалғандар. Және де олардың ешқайсысы бір арнайы суға шомылу емес, есігінің алдынан өтетін жаңағы каналдар. Болмаса кішкене ғана тереңдігі, осы жаңа 15 жағдайда да тереңдігі жарты метрден аспайтын суларға балалардың суға батып кетуі. Қараусыз қалудың кесірінен. Енді бұл бағытта республикалық деңгейде үлкен іс-шараларды атқарып жатыр қазір, заңнамалық құжаттарға өзгерістер енгізу бойынша. Жаңа айтып отыр ғой, шет батыс Европа елдерінде осындай қараусыз қалдырып бала өліміне алып келген жағдайлар бойынша ата-анасына қылмыстық істер қозғайды. А бізде әкімшілік іспен ғана тоқтайды. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Көп жерлерде енді қайғының үстіне барып біз соққы жасамайық дегенде жағдайлар болады. Бұл оқиғаларды біз қазіргі таңда осы тек көктемнен бері облысымыздың аумағында бірлескен түрде 500-ден аса қараусыз шомылып жүрген балаларды апарып ата-аналарына тапсыру жұмыстарын жүргіздік. Оның өзі үлкен жұмыс. Мүмкін сол 500-дің ішінде қаншамасы біз барып ата-аналарына тапсырмасақ батып кетер. Енді мынау статистиканы тағы да бір айтқым келіп отыр. Қанша дегенмен, мынау соңғы 5 жылдағы статистиканы алатын болсақ, бұл үлкен цифра. Облысымызда 5 жылдың ішінде 260 адам суға кеткен. Бұл дегеніңіз бір үлкен ауыл. Оның ішінде өкініштісі 135-і кәмелеттік жасқа толмаған балалар. Енді статистика жылдан жылға атқарылған жұмыстардың да бір нәтижесі бар деп ойлаймыз. Одан екінші бір жағы халықтың санасына да бір шамалы жетіп жатыр деп ойлаймыз. Жылдан жылға адамның өлімі, қаза табуы осы су айдындарында азайып келе жатыр. Мысалы 2016 жыл 76 жағдай болған. Өкініштісі 43-і оның кәмелеттік жасқа толмаған балалар. Одан кейін 17 жылы 46 осылай кетеді. Былтырдың өзінде 47 адам суға кеткен. Осы есепті мерзіммен есептегенде. Ал қазір енді 40 жағдай болып отыр. Енді бұл бағытта енді атқарылып жатқан жұмыстарды осы тұрған кісілер бар, осылардың әріптестері бар, және де басқа да барлық жаңа айтып отырмын ғой, рейдтік жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Сонымен қатар енді шомылу орындарын ашу мәселесі. Бұл енді өзекті мәселелердің бірі. Арнайы шомылу орындарын ашуға бізде арнайы соған сәйкес келетін жерлер өте аз. Жаңа темір бетонды каналдарға арнайы шомылу орындарын ашамайсыз. Қайғылы оқиғаларды болдырмау мақсатында жаңа басы-қасында жүріп рейдтік іс-шараларды бірге өткізіп жүрген өздеріңізсіздер ғой. Өзіңіз айтыңызшы, қазіргі кезде жалпы рейдтік іс-шаралар қалай жүргізіліп жатыр, және оған мына жалпы азаматтардың көзқарасы қалай? Дұрыс түсініп қарап жатыр ма? Иә, әрдайым осы рейдтік іс-шаралар бізде үнемі жүргізіліп тұрады. Қоғамдық көмекшілердің, волонтерлардың, жергілікті атқарушы органдардың құрылымдарымен жаңағы бірлесе отырып, әрдайым жерде жаңағы халық түсініп жақсы қарамайды негізі. Көбінесе жаңағы осы күннің ауа райының ыстық болуына байланысты жаңағы әрдайым қалай жақсы қарамағанды қалай түсінуге болады? Олардан бір сіздерге қарсы бір сөздер айтыла ма? Қарсы ешқандай сөздер айтылмайды. Сонда да ол кісілерге халыққа түсіндіру жұмыстар жүргізіледі әрдайым. Осы бойынша жаңағыдай бізде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде жаңағы арнайы бап бар, 364-ші бап, жаңағы ортақ су пайдалану қағидаларын бұзу. Бұл тарапта осы жылдың басынан жаңағыдай рейдтік іс-шаралардың барысында жаңағыдай 3902 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамасы толтырылып, жаңағы тыйым салынған жерлермен жаңағыдай шағын көлемді кемелер, және басқа да жүзу құралдарымен жаңағы жүзу ережелерін бұзғандар үшін. Сонымен қатар жаңағы түсіндіру жұмыстар жүргізілуде, айтып өтетін болсақ. Енді жаңағы 3900 қанша? 3902 әкімшілік хаттама толтырдық деп жатырсыздар. Солардың ішінде жаңағыдай қайттан осыны қайталап түсіп жатқандар кездесе ме жалпы, бар ма? Мәселен жаңағы енді айыппұл төлеу мүмкін, одан кейін тағы ол есін шығып кетіп, бір айдан кейін болмаса бір аптадан кейін қайттан сол жерге барып ұсталып жатқандар. Ол бірінші жағдайда ескерту жасап жатамыз. Екіншісі жаңағы қайталанған жағдайларда ол кісілерге жаңағыдай айыппұл салынады. Жаңағы кәмелетке жасқан толмаған азаматтар болса, олардың әке-шешелеріне жаңағыдай толтырып атады. Екінші рет, үшінші рет қайталанған кезде бұл айыппұлдың көлемі ұлғаятын шығар? Ұлғаяды, иә. Жақсы. Жаңа Ерік Темірханұлы айтып отыр, жалпы суға кетіп қаза тапқандардың басым көпшілігі осына балаларды тоқырап отыр. Балалармен жұмыс істеу енді оңай емес белгілі. Дегенмен, дей тұрғанмен осының алдын алу бойынша сіздердің тараптарыңыздан қандай шаралар, қандай түсіндірме жұмыстары бірдеңелер жүргізіле ма? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Өкінішке орай биылғы оқу жылында кәмелетке толмаған балалардың осындай суға шөгіп, оқыс оқиға, қайғылы оқиға орын алып жатқан жайлар бар. Бізге өте ауыр тиіп отыр. Бірақ дегенмен де осы оқу жылында мынау біріншіден ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында 22 мамырда бірыңғай ата-аналар жиналысы өтті. Сол бірыңғай ата-аналар жиналысында төтенше жағдай департаментінің жасаған бейнероликтері бар. Соларды таныстырып көрсеттік ата-аналарға. Яғни нұсқаулықтар таратылды. Мынау су айдындарында, тоған, көл, каналдарда, яғни рұқсат етілмеген, шомылуға рұқсат етілмеген су айдындарында жаңағыдай ескертіп, ата-аналарын қараусыз қалдырмау жөнінде тәрбие сағаттары, сынып сағаттары өтіп жатыр. Жалпы жас құтқарушы жаңағы байқау өтеді облыста, және жазғы сауықтыру лагерлерінде, біздің Түркістан облысында 24 жазғы сауықтыру лагерінде мына осы төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп, жаңағыдай суда жүзудің, суда құтқару кезінде ең алғашқы көмек, жүзуді үйрету, сондай жаңағы жаттығулар, оқу жаттығулары өтті. Жазғы лагерлерде? Жазғы лагерлерде. Бірақ өкінішке орай біздің Түркістан облысында 900-ге жуық мемлекеттік мектеп болса,
сол мектептердің проектісін, жобасында былайша айтқанда бассейндер тек бір-ақ мектепте ғана бассейн қарастырылған. Көпшілігі жүзуді білмейді. Бірақ осы облыста 36 жекеменшік бассейндер анықталып, солармен меморандумға тұрып, алдағы уақытта суға жүзуді үйрететін жағы үйірмелерді көбейтіп, жасөспірімдерді көбірек соны қамтысақ деген жоспарлар бар. Бұл да қайғылы оқиғаның алдын алу жолдары бар. Бірақ жаңа айтты ғой, статистикада көбінесе мектеп жасына дейінгі балалар. Бұл енді сол жүз алмағаннан болып тұр ғой негізі. Бұл мектеп жасына дейінгілердің жүзу қабілетінің төмендігінен кетіп қалып отқаннан. Оқыс оқиға орын алып жатыр. Бірақ ішінде жүзуді білмейтіндер де жаңағыдай. Енді кейде бір аяғы тартылып қалатын жағдайлар болады. Рұқсат етілмеген жаңағы ұйық жерлерге түсіп жататындар бар. Жаңағыдай білмей өз бұрын түспеген шомылмаған жерге басы салып сүңгіп жататын нелер болады, оқиғалар. Соны яғни білмеген жерлерге рұқсат етілген жерде шомылған дұрыс деп есептейміз жалпы. Және келешекте менің бір ұсынысым, енді министрлікке жалпы жаңа мектеп салынатын болса, соның бассейнмен салынса деген ұсыныстарымыз бар. Алдағы уақытта осы ұсыныс хатта жолдаған болатынбыз басқармасынан. Жауабын күтіп отырмыз. Рахмет. Енді осы жаңа айтып отқан қайта айтамыз, тағы да суда кетудің болдырма мақсатында, осында оқиғалар болдырма мақсатында белсенді араласып жүрген жандардың бірі өздеріңізсіздер. Айта өтсеңіздер, сіздер қалай көмек көрсетесіздер, қандай жағдайларда барасыздар, қай жерлерге барып белсенді араласып жүрсіздер, жұмыстарыңыз жайлы жалпы айтып өтсеңіз. Түркістан облысы жастар қанаты бұл еріктілер тобы, сол еріктілер тобын өзім жетекшілік етемін. Біз төтенше жағдай басқармасымен облыстық және қалалық деңгейде жаңағы қауіпсіз балалық шақ және жаңағы суда айдындағы қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, тағы да басқа шараларда бірге боламыз. Аптасына 3 рет, болмаса одан да көп уақыттарда жаңағы қала ішінде, қала сыртында болмаса өрт қауіпсіздігі, су айдындарындағы қауіпсіздік, жаңағы ата-ананың балаларын қараусыз қалдырмау бойынша жаңағы өзіміздің еріктілік топпен және басқарма қызметкерлермен жадынама парақшаларын таратамыз. Жадынама парақшаларын тек қана бере қоймай, жаңағы айтып, түсіндіріп, балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыздар, су айдындарына барған кезде қарап жүріңіздер деген сияқты сөздермен айтып отырамыз. Бұл біздің енді еріктілік топтың жаңағы бейжай қарағымыз келмейді. Біздің жаңағы халықтың арасында отқан жаңағы қауіпті дерт қой, бұл да су айдындарында жас балалар кетіп отқаны. Бейбіт күн батырлар, бұл енді төтенше жағдай басқармасының қызметкерлері. Қазіргі таңда жаңа әр елде қазір төтенше жағдай болып жатыр. Біздің елде де болып жатса да, осы кісілер бірінші шығады. Сол уақыттарда біз әрдайым көмектесуге дайынбыз, еріктілер. Еріктілердің жалпы мақсаты сол. Жаңағы өзімізді үйреніп аламыз, өзгелерге де үйретеміз. Жаңағы өзіміз студент достарымызға, басқа да мысалы су айдындарына барып қалсақ та үйретіп, жаңағы көрсетіп жүреміз. Мысалы, мына жерден андай болмайды, мына жерден андай болады деген сияқты. Алғашқы көмек бар. Жаңағы су айдында мысалы көптеген жағдайлар, әртүрлі жағдайлар көп қой бізде өмірімізде болып жатады. Сондай кезде аяқ асты қалай шұғыл төтенше жағдай кезде қалай көмектесе аламыз, соның бәрін үйренуге жалпы сондайға атсалысамыз. Су айдындарына келетін болсам, өзім ата-ананың қараусыз қалдыруына жаңағы соған қарсымын. Ата-ананың одан кейін жаңағы қауіпсіз жерге барып шомылған дұрыс қой, бассейнде, бірақ көбісінің қалтасы көтермейтін шығар, ауылдың жанында суға шомылсақ деген ой болады, бірақ ол жер қауіпсіз болады. Оны ойға ешкім алмайды. Мысалы, қазір жаңа видео көрсетімде көрсеткен жерлерді өзіміз де білеміз. Ол қай жер, ағысы қандай, жаңағы бала-шаға шуылдап шомылып жатады. Сол жерлерді жаңағыдай оқшаулау керек па, сондай бір қауіпсіз шараларын қолдану керек деп ойлаймын. Жақсы. Сіздер қанша ерікті болғанда қанша адам болып шығасыздар? 10 шақты, 15 шақты. Сізде бұл кісілер арнайы бір неден өте ме? Мысалы, біреуге бірдеңені айтып түсіндіру үшін бірінші өзі жақсы жетік білу керек қой, как маман сияқты,
Сондықтан бұл кісілерге қаншалықты неден өтеді? Енді рейдтік іс-шара бойынша алдын ала хат түсіреміз, сөйтіп уақытын белгілейміз. Бірақ содан кейін алдын ала бізде қазір полиция департаментімен, еріктілер қоғамымен және де білім басқармаларымен бізде жоспарлар бар. Сол уақыты белгіленген, сол кезде төтенше жағдайлар бөлімдері мен басқармаларының аумағына келеді бұл кісілер белгіленген уақытта. Сол жерде жаңа орысша айтқанда инструктаж дейді, нұсқамалар өткізіледі. Содан кейін жадынамалар қолына беріледі. Енді мынау жаңа рейдтік іс-шараларға келетін болсақ, біз алдыңғы жылдары рейдтік іс-шараларды мынау түске дейінгі уақытта өткізетінбіз. Ал енді негізінен қазіргі кезде екіге бөліп жатырмыз. Түске дейінгі уақытта түстен кейін жаңағыдай күннің қатты ысыған кезде көпшілік баратын жерлерді алдын ала білетін болғандықтан сол жерлерге жүргізіп жатырмыз. Енді қиыншылықтарына жаңа әріптесім айтып өтті, қиыншылықтар бар. Біріншіден рейдтік іс-шараға шығып біз келе жатқанымызды көргеннен жаңағы суға түсіп жатқандардың бәрі тым-тырақай қашады. Ол жерде біздің мақсатымыз келіп бірден ол кісілерге жазалау емес, ол кісілерге керісінше түсіндіріп айтып, мүмкіндігінше жаңағыдегі қандай алғашқы көмекті бір-біріне көрсету керек, адамды құтқарған кезде қандай тәсілдерді пайдалану керек. Одан кейінгі тағы да ең маңыздысы жаңағы ата-аналарсыз жүрген балаларды алып барып, ата-аналарына тапсырып, ата-аналарына түсіндірме айтып кету. Ондайға жаңағыдегі бірінші қиыншылық. Екінші қиыншылығымыз енді қайда барып түсеміз деген әңгімені қояды. Өзімізге кері сұрақ қояды. Енді біздің мақсатымыз ол кісілердің жаңағы түсетін жерін көрсету басқа емес. Біздіңкі бірінші нәрсе қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету. Енді қайда барып түсеміз деген мәселені көп сұрақ туындап жатады. Ол жасыратын ештеңесі жоқ. Осыған байланысты біз облыс аумағындағы барлық дерлік жеке кәсіпкерлердегі бар бассейндер бар. Бізде демалыс аймақтары бар. Солардың барлықтарымен меморандумға тұрдық. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлеріміз аралап жүріп. Ол жердегі басты мақсат әлеуметтік жағдайы төмен, жаңа еріктілердің төрағасы айтып отқандай, қалтасы көтермейді. Сондай отбасыларды анықтап, сол отбасыларды сол жерлерге тегін кіргізіп шомылдыру мәселесі. Одан кейін жаңа әріптесімді айтып кетті. Оның қаржысын сіздер көтересіздер ме сонда? Қаржы емес, біз ол жерде тегін түсіру есінде кәсіпкерлермен меморандумға тұрдық. Осының аясында тек қана облыстың аумағында мысалы 580 бала тегін түсуде бассейндерде. Ал енді жаңа суға түсу үйрету, суға жүзуді үйрету мәселесі де өте өзекті мәселе. Жаңа көп жағдайларда ол өзімізді мысалы бала кезімізде ата-анамыз әкеміз қарап тұрып суға жүзіп үйретті. Қазіргі таңда ондай жұмыстар жоқ. Ата-аналардың жаңағы арнайы барып балдарын жүзуге үйрету деген жұмыс жоқ. Осыған байланысты бізде енді барлық облыстың бүкіл балаларын жаңа суға жүзуге үйретуге біздің физикалық түрде шамамыз келмейді. Алайда бұл бағытта жұмыс атқарылып жатыр. Биылдың өзінде 825 баланы жүзуге үйреттік. Кәмелеттік жасқа толмаған балалардан. Ең бастысы бұл жаңағы су айдындарында көп кететін жерлерді, көп кететін аудандарды не қылдық, назарға алып, сол жерлерді жүргіздік. Жаңа мынау енді рейдтік іс-шара кезінде әрбір еріктінің қосылып жатқан кезіндегі рөлі өте үлкен. Өйткені бұларды өздеріндей көреді. Қанша деген біздің қызметкерлер погон таққаннан кейін қаншалықты бір үрей пайда болып, біздің айтып жатқанымызды талап ретінде көріп сөйтеді. Ал енді мына еріктілер айтып жататын болса, жаңағы мынау сынып жетекшілері айтып жататын болса, оны бұлай жақын көреді. Өзінің замандастарымен әңгімелесіскендей. Енді мынау ата-аналардың арасында бізде қазір білесіздер, әрбір ата-аналардың өздерінің WhatsApp чаттары бар. Енді қандай да бір ақпаратта алмасып отыратын. Қазіргі таңда бүкіл енді облыстық үлкен рахметімізді айтамыз. Ата-аналар чаттарының барлықтарына біздің жаңа агитациялық, профилактикалық үгіт-насихат бейнероликтеріміз, жадынамаларымызды сол ата-аналарға жеткізіп отырамыз. Мынау енді сосын шамал тұрпайы болса да мынандай жұмысты қолға алып жатырмыз. Болған қайғылы жағдайларды тастап жатырмыз енді соған. Назар аударыңыздар, абай болыңыздар деген нәрсе. Әсер қалдыру үшін. Әсер қалдыру үшін сондай да жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда облыстың 300 мыңнан аса ата-анасы қосылған WhatsApp чатында информация ақпараттар таратудамыз.
Жақсы. Жаңа жүзуге үйрету деп қалдыңыз. Бұны да жаңа сіз айтып отқан меморандумға тұрған кәсіпкерлердің тарапынан жүргізілетін жұмыстар ма бұл? Немесе сіздерде мамандар бар ма жүзуге үйрететін? Біздің енді жедел құтқару жасағында арнайы осындай құтқарушыларымыз бар. Бұлардың барлықтары жаңа айтып өткендей 16 демалыс лагерлерінде аралап жүріп, сол жердегі бүкіл демалушы балалардың бәрін суға түсуге үйретті, инструкторлармен бірге. Одан кейінгі мынау адамдардың көп барып шомылатын, балалардың көп барып шомылатын жерлерінде де аралап жүріп, сол жерлерде жинақтап тұрып, білім қызметкерлерімен бірлесіп тұрып, адамдарды жинап береді, балаларды. Сол жерлерде біздің қызметкерлер барып, жүзуді үйретіп. Осындай жұмыстар жүрді. Бассейндерде жаңа негізінен бассейндерде. Мен қосып өтейінші осыға. Биыл осы облыстық бюджеттен 93 миллион теңге мынау мемлекеттік тапсырыс, яғни жан басына қаржыландыру жобасы арқылы мынау жеке кәсіпкерлердің жаңағы су кешендері бар, бассейндері бар, су кешендері иелерімен меморандумға тұрып, жаңағыдай балаларды тегін қамту мақсатында, яғни бұл жерде тек қана суда жүзу секциялар емес, жаңағы басқа да спорт секциялары бар, қосымша білім беру үйірмелері бар. Жалпы осы бағытта қаржы бөлінді. Яғни балалардың жалпы бос уақытын тиімді өткізу үшін үйірме санын, спорт секция санын ұлғайту мақсатында. Салауатты өмір салтына насихаттау жастар арасында. Соның ішінде жаңағыдай жеке меншік, яғни кәсіпкерлердің су кешендері, бассейндерін жаңағыдай балаларды, жасөспірімдерді, мектеп оқушындағы балаларды секцияға көбірек қамту мақсатында сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Рахмет. Ол біздің жаңа айтып өткен статистикадан бөлек бұл кісілердің. Бөлек. Біздің қызметкерлермен бөлек. Қосымша. Бұл қосымша да. Жақсы, жаңа айтып отырмыз ғой, жаңа балаларды жаңағы қараусыз қалдырған салдарынан ата-аналар қараусыз қалдырып, балаларынан соңында балаларынан айырылып қалып жатқан жағдайларды айтып жатсыздар. Енді тіпті жаңағы су айдындарына барыңызда қаша жөнеледі, үйлерінен қашып кетіп қалып жатыр деп отырсыздар. Кейбіреулерін жаңағыда өздеріңіз айтып отқандай ұстап, оны ата-аналарына апарып табыстаған кезде бағанағыдай сұрақ қой, қиындықтар тумай ма? Ол кісілерден жаңағы мен өзім балам, неше түрлі енді адамдар бар ғой, азаматтар, өзім білем деген сияқты жаңағыдай түсінбеушіліктер туындамай ма сіздерге? Жоқ, керісінше рахметтерін айтып жатыр. Рахметтерін айта ма? Негізінен рахметтерін айтады. Бұл жерде немқұрайлық бұндай болмайды. Болмайды. Бірақ өйткені апарып табыстап жатқан кезде мына балаңыз осынша бала суға кетіп жатыр деп біз статистиканы айтып, мынау қараусыз қалдырмаңыздар. Ана жердің білмейтін жердің соқпағы көп деп, ағысым жылдам деп, сондай түсіндіріп кеткен екен, бәрі рахметін айтады. Ондай болған емес пе? Ол сол кезде қалай түсіндіреді? Балаларын ол қараусыз қалдырғанын мойындай ма, немесе балаларының ояқта жүргенін білмей қалғанын айта ма? Негізінен білмей қалады балаларының. Негізінен білмей қалушылар. Сіздерге түсіндіру жұмыстарын жүргізу барысында қандай қиындықтар кездесе ма? Жалпы ел аралап қағаз таратып жүресіңдер, мүмкін сендер сіз-ақ білем деген сияқты бір айтатын әңгіме адамдар болатын шығар, азаматтар табылатын шығар. Бірақ ондай болады, ол кездеспейді емес, кездесетін болады. Бірақ біздің енді еріктілер тобы енді өздері де мысалы қанша жерде мысалы қанша ұйымдармен бірге жұмыс жасағаннан адам тілін табу деген нәрсе бар да. Сол нәрсені көбісі үйреніп, жаңағыдай қызметкерлермен үйленіп, көбісі сөзін табуға тырысады. Бірақ егер болмай жатқан жағдайда біз оны ары қарай жалғастырмаймыз. Жарнаманы беріп жатсаң кейде болады енді. Халықтың несі ма, жарнама беріп жатсаң, не үшін беріп жатсың деген сияқты. Апа, енді сіздің қауіпсіздігіңіз үшін ғой, осы бала-шағаңыз қарап жүрсеңізші деп беріп жатсаң, жоқ, керек емес, басқа біреуге бер деп жатады да. Сондай жағдайлар көп болады. Бірақ андай қатты негативқа ұшырап бізде не болып жатқан жоқ, ондай қиыншылық жоқ. Жалпы елмен түсінісуге болады. Түсінісуге болады. Жалпы шомылуға болмайтын аймақтар дейміз. Кішкене тоқталып өтіңізші, ол қандай аймақтар жатады оған? Шомылуға болмайтын аймақтардың біріншіден жылдамы, ағысы жылдам.
екіншіден жаңағы суға түскеннен кейін шыға алатын, шығуы қиын емес жерлер. Үшіншіден жаңағы көктемгі су тасқыны мерзімдерінен кейін зерттелмеген жерлер, су айдындардың түбі зерттелмеген жерлер. Содан кейінгі жаңағы арнайы балаларға арналған орны болмаған су айдындарындағы жаңағыдай орындар. Енді арнайы суға шомылу орны дегенімізге тоқталғаным дұрысырақ болады, өйткені түсінікті болу үшін. Арнайы суға шомылуға арналған орында біріншіден құтқарушылар кезекшілік жасайды. Ол жерде құтқарушы болады. Медицина қызметкерлері және полиция қызметкерлері міндетті түрде болады. Арнайы жедел көмек көрсету, медициналық алғашқы көмек көрсететін құрал жабдықтар болуы, жүзу құралдарының, құтқару жүзу құралдарының болуы, және де мынау мектеп жасына дейінгі балаларға арналған, орысша айтқанда лягушатник дейді, арнайы судың бір аумағы терең емес, тереңдігі 40 сантиметрден аспайтын сеткамен қоршалған жерлер. Одан кейінгі тағы да бір талабы, суға түсуге болатын жерлерді, буйки дейді, арнайы қалқыламалар, қалқып тұратын белгілер арқылы суға түсуге болатын аумағы көрсетіліп қойған жерлер. Ал бұған сәйкес келмейтін жерлердің барлықтары бұл суға түсуге тыйым салынған жерлер болып саналады. Сонымен қатар енді орысша айтқанда традиционно дейді, әдетке айналған кез келген ауылдың төңірегінде суға барып түсетін жерлер бар. Сол жерлердің барлықтарына да біз енді мүмкіндігінше ауыл әкімдіктері мен учаскелік полицияларды тарта отырып, кезекшіліктер ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осылай енді бір мақтанған емес бұл. Бірақ арнайы суға түсуге арналған орындарда және де кезекшілік ұйымдастырылған орындарда биыл бірде-бір қайғылы оқиға тіркеліп отқан жоқ. Бұл енді негізінен жаңа айтып отырмын, қайғылы оқиға. Бұндай орындар қанша жаңағыдай үнемі жаңағыдай қақпайласа да бара беретін біздің облыста? Өте көп. Оған сіздердің қызметкерлеріңіз, мамандарыңыз жете ма? Жоқ, ол жерлердің барлықтарына біздің мамандықтар тәулік бойы кезекші жасауға мүмкіншілік жоқ. Содан кейін жаңа полицияның да, әкімдіктің де тәулік бойы кезекшілік жасайтын уақыты жоқ. Сондықтан жаңа айтып отырмыз ғой, адам көп барып түсетін уақыттарда ғана кішкене кезекшілік жасайды. Қалған уақытта әрқайсының өзінің міндеттері бар ғой, басқа да жұмыстары бар. Сондықтан ал енді облыстың аумағында жаңа айтып отырмын ғой, 15 мың шақырымнан аса каналдар мен арықтарымыз бар. Олардың әрбір учаскесіне, әрбір метріне адамдар түседі. Ол енді мынандай қанша саны дегенге келетін болса, барлық жерде түседі адамдар. Енді күннің ыстық екенін білесіз. Күн ыстық болғанда ыстықтадым ғой дейді, кез келген суды көргенде түсе береді. Енді жаңа қайғылы оқиға орын алып жатқан жерлерді бүйтіп тоқталатын болсақ, адамның ойламаған жерлеріне барып түсетін жерлер көп. Ол жерге былай айтқанда түсу деген былай қарап тұрып түсуге болмайтын білініп тұрса да, көзбен көрініп тұрса, сондай жерлерге барып түседі. Шығуы, түскеннен кейін шығуы қиын жерлерге. Мынау енді Мақтарал, Жетісай, Шардара, Сарыағаш жақтағы білесіздер. Ол жақта каналдардың барлықтары судың жаңағы жерге сіңуін алдын алу мақсатында бетондап істелінген. Бетондалған. Бетонның шеті тік болады. Ол жерлердің барлықтары су үнемі тұрғандықтан жаңа балдырлар пайда болып, өте жылтыр болады. Жылтыр, тайғақ болады. Тайғақ болады. Ол түскен адам міндетті түрде таяды. Сосын суға түскен кездегі суға батқан адамның мынандай дейді ғой, инстинкт дейді жаңағы. Батқан кезде суды жұтып адам бірден тұншығып қалмайды. Паника дейді жаңағы. Адам қорқыныштан негізінен суға батады. Одан кейінгі екінші әріптесім айтып кетті, сіңірлердің тартылып қалуы. Судорога ұстап қалу. Бірден жаңағы ыстық денемен терілеп тұрып, салқын суға түскенде судорога болады. Оның себептері қазір оған тоқталамыз. Айтайын дегенім, жалпы жаңағы айтып жатырмыз ғой, жаңағы әдетке айналдырып алған ауылдың шетіндегі осы мына каналдарда, болмаса канал болмаса да бір жаңағы арнайы жасақталған орын болмаса да шығу қиын, сондай жерлерде шомылып жатады деп жатамыз. Егер оның ағысы тым қатты болмаса, осыны бір жаңағыдай бір ұсыныс ретінде айтып, мына жерде бәрібір қоймайтын түрі бар, бұны бір осы жерге бір
арнайы әкімшілікпен келісе отырып шомылатын аймақ істеп берсек қалай болады деген сияқты бір ойлар, ондай ұсыныстар болған емес пе? Болып жатыр ондайларда. Биылдың өзінде осындайдан жаңа 2 жерден шомылу орнын аштық. Мынау Арыс қаласына кіреберісте өздеріңіз білесіздер. Жаңа көпірдің жанында Арыстың өзені өтеді. Ол жерде тыйым салынған болса да суға түседі. Сол жерлерді шамалы тегістеп, біздің құтқарушылар барып судың астын зерттеп, жаңа буйкиларын қойып, жас балаларға арналған жаңа қоршалған аймақты неғып, солай Арыс қаласының аумағында біреу ашылды, және Бәйдібек ауданының аумағында біреу ашылды. Енді жаңағы алысқа барудың қажеті жоқ. Түркістан мен Кентаудың арасындағы мысалы Қарашық өзені өтетін жер бар. Сол өзенді жазғы уақытта барсаңыз, толықтай әрбір метрінде адам суға түсіп жатады. Ол жерде бір арнайы ашатындай ашқанмен онша халықты қамтамасыз ету қиындау болады. Осыған байланысты негізінен қазіргі таңда каркасты бассейндерді ауылдық жерлерде орнату мәселесі қаралып жатыр. Биылдың өзінде жаңа Арыс қаласының өзінде 20 бассейн каркастық 16 ауылдық округтың барлықтарына қойылып шықты. Қаланың өзінде 4 жерге қойылды. Осындай жұмыс барлық аудандарда қазір жалғасын табуда. Бұл тек жаңағы бірінші кезекте кішкене мектеп жасына дейінгі, мектеп жасындағы балалардың алысқа бармай, каналдарға түспей, сол жерлерге суға түсу. Кішкене осы оқиғаның жиілеуіне байланысты кішкене мынау статистикаға тоқталып өтейікші. Қай аудандарда жиі кездеседі осындай суға кету? Мысалы, биылдың өзінде Шардара қаласы аумағында 8 жағдай тіркелді, оның 7-і балалар. Жетісайда сондай 8 қайғылы оқиға болды, оның 6-і балалар. Қазығұртта 3 жағдай, Арыста 5 жағдай, Келесте 3 жағдай, Сауран ауданының жаңадан құрылған аумағында 5 жағдай, Мақтаралда 3 жағдай, Төле биде 2 жағдай, Сайрамда 2 жағдай, және Ордабасы мен Созақта бір жағдайдан орын алып отыр. Жалпы осы суға кетіп, жаңағыдай қайғылы оқиға орын алуы, ол тек қана жабайы шомылу айдындарында емес, неделерде болып тұрады ғой, жалпы бассейндерде де кездесіп тұрады, жасырмаймыз ғой кейде. Жаңағыдай ішіп алып, суға түсіп, жүзе алмай, өзінің жаңа күшін бағаламай суға кетіп жататын. Сосын осында оқиға тіркелген кезде алғаш рет қандай жұмыстар жүргізіледі? Оның бір мысалы тек қана оның ішкендігі ғана анықталып тұрса болды, ол ішкен деп қана қойыла ма, жоқ оған бір сараптамалық жұмыстар жүргізіле ма? Ол неден қайтыс болуы мүмкін, анау мынау деген сияқты, оның денсаулығын деген сияқты сараптамалық жұмыстар жүргізіле ма жалпы? Енді ол кез келген өлім фактісі тіркелгеннен кейін полиция департаментінің қызметкерлері және біздің төтенше жағдай қызметкерлері оқиға орнына шығады. Ол жерде жаңа сот сараптамалық зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін алып кетіледі. Содан кейін соның нәтижесі сол жақтан анықтайды енді. Содан кейін ғана жаңа суға батқаны, суға батпағаны. Жаңа дұрыс айтып отырсыз, мүмкін адамның басқа да ауруының әсерінен ол кісі қайтыс болып, содан кейін суға аулап кетуі де мүмкін. Бұндай жағдайларда болған, мысалы, инфаркт болып, өлгеннен кейін барып суға құлаған, ондай да жағдай болды. Содан кейін жаңа айтып отырсыз, бассейндерде деп. Енді биыл жағдаймен алатын болсақ, бізде тек қана бір ғана жағдай тіркеліп отыр. Бұл енді Төле би ауданында демалыс аймағының аумағындағы орналасқан бассейнде. Бірақ бұл ерте көктемде болған жағдай, әлі шомылуға арналмаған кезде жаңағы мектеп жасына дейінгі баланың ата-ананың қарауынсыз қалып бассейнге құлап кетуі. Бұл жерде енді айтып отырмын ғой, жаңағы 10-20 секундтың өзі жеткілікті адамның суға батып кетуіне, оны қарап үлгермесе. Сосын ол тек тағы да айта кететін жағдай, жұрттың бәрі ойлайды, жаңағы суға батып жатқан адам айқай шығарып көмек сұрайды деп. Ол тек кинодағы жағдай. Абылай факты ретінде суға батып жатқан адам ешқандай дауыс та шығармайды, ешқандай суды қақпалатмайды да. Бірден батып кетеді ол. Астына барып аяғы жерге тисе бір рет шығуы мүмкін, қайтадан содан кейін болды. Ешқандай айқай дауысын шығармайды. Сондықтан шомылып жатқан адамдар қасында батып жатқан адамның суға батып баратқанын байқамай да қалуы мүмкін. Осындай жағдай. Енді көптеген өздеріңіз айтып отырсыздар,
шараның барлығын қамтыдық деп отырсыздар. Тіпті қазіргі технологияны пайдаланып, тіпті әлеуметтік желілерге дейін таратып жатқандарыңызды айтып жатырсыздар. Енді дей тұрғанмен әлі де баршылық қой суға кетіп жатқан. Енді тағы қандай жобаларды қолға алайын деп отырсыздар? Қандай ұсыныстар айтып жатырсыздар? Бағана өзіңіз айтып отырсыз, облыс әкімінің бастамасымен бірнеше жаңағыдай жиындар өтті, соған байланысты жаңағыдай нелер күшейді деп. Қандай енді сол жиыннан кейін өзгешелік болады жұмыстарыңызда? Ең бірінші нәрсе бұл адамның сана сезіміне жеткізу. Қанша дегенмен ол біздің айтып атқанымызбен, рейдтік шара жүргізіп атқанымызбен, оны барып түсіндіріп атқанымызбен адамның өзі соны түсініп, соның қауіптілігін білмесе, ол атқарған жұмысқа нәтиже бермеуі мүмкін. Бірақ енді халықтың бәрі бірдей емес, көбісіне жетіп жатыр деп ойлаймыз. Енді жаңа технологиялар деп отырсыз, осы жаңа технологияларды кеңінен пайдалануды біз іске асырып жатырмыз. Инстаграм дейді, Фейсбук, әлеуметтік желілерді. Негізінен біз жаңаға осыған дейінгі атқарып келген жұмыстардан биылғы жаңалықтар деп айтсақ болады. Суға кеткен адамдардың статистикасын көрсетіп отырып, қауіпті жерлерге жаңағыдай ақпараттық стендтер орнату мәселесін қолға алдық. Бұл да бір әсер бере ме деген нәрсе. Одан кейінгі екінші нәрсе, мешіттер арқылы. Енді молдаларды да шамал бізге қарағанда, биліктегілерге қарағанда тыңдайды ғой. Ол кісілерді де пайдаланып көріп жатырмыз енді. Бірінші кезек сана сезіміне жету енді халықтың. Осындай оқиғаларды естіп отырып, кішкентай өздері ойланып, одан кейінгі бала шағасына, туған туыстарына да айтып отыр, қауіпті, мына жерге түсуге болмайды екен, мына жерді бірінші білейік, қауіпті ма, қауіпсіз ба деген нәрсе. Екіншіден, жаңағы спирттік ішімдік ішіп, тек қана өзінің ғана өмірін қауіпке тікпей, тігіп қана қоймайды. Спирттік ішімдік ішкен ата-аналар ол балаларында қараусыз қалдырып қояды. Айтып отырмын ғой, демалыс орындарында көбінесе сол спирттік ішімдік ішіп отырып, балалар қараусыз қалып кетеді. Осындай жағдайлар енді негізінен. Осыған тоқталыңызшы, осы ішімдікті тұтынып отырып, суға түсіп, өзі суға түседі, сосын балаларын қараусыз қалдырады. Осындай жағдайлар рейдтік барысында кездесті ме осындай жағдайлар? Қанша кездессе, қанша кездесті және қандай шаралар көрілді оларға? Жалпы жай ғана балаларын қараусыз қалдырғаннан қарағанда оларға көрілетін шара күштірек шығар? Атап айтатын болса, ол қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктер ішу, жаңағы су айдындарында ішу, ондай фактілер осы жыл кездесті. Жаңағыдай жалпы 5000-дай жуық жаңағыдай осындай фактілер тіркелсе, соның су айдындарында, жағалауларда болған 1600-дай жаңағы азаматқа осы 440-шы баппенен алкогольдік ішімдіктер ішу бойынша жаңағыдай шаралар қолданылды. Бұл жерде жаңағыдай екіге бөліп айта алмаймыз, жаңағы ол балаларына қарамағаны бойынша ол бөлек баппенен жаңағыдай сараланады. Ол дұрыс қой. Мынаған бөлек былайша айтқан кезде жаңағы күштірек деп отқан екі бап бойынша қаралатын шығар дегенім ғой. Екі бап бойынша қаралады. Басқа жаңа айтып қалдыңыз өзіңіз. Жаңа заң қазір ұсыныстар айтылып жатыр, жаңа қазір қайттан заң қаралайын деп отыр деп қалдыңыз, иә? Қандай заң қаралуы мүмкін? Жаңа сіз өзіңіз айтып отқандай Европадағыдай көрілетін шара күшейтілуі мүмкін ба, немесе басқа жағдай? Негізі мынау әкімшіліктік қылмыстық кодекске өзгеріс енгізу ұсыныс енгізіліп отыр қазір. Бұл енді заңға өзгеріс енгізу деген өте ауыр жұмыс. Білесіздер, біріншіден парламенттің екі палатасына өтеді, одан кейін қоғамға тасталады, жаңағыдегі өздерінің пікірлерін айту үшін. Енді ең басты мәселе бұл жерде қойып отқан ата-аналарының балалары үшін жауапкершілігін күшейту мәселесі. Тек осы мәселе. Қанша дегенмен әрбір ата-ана өзінің бала шағасына жауап беру керек. Олардың өмірін сақтап, қорғап отыру керек. Солардың жауапкершілігіне деген қандай да бір мемлекет тарапынан талап қойыла білу керек деп есептейміз. Осындай ұсыныстар беріліп жатыр қазір. Басқа енді осы су айдындарында суға кетуге байланысты
мына халыққа айтатын өзіңіздің бір қосымша ұсынысыңыз бар ма? Мынау енді өте өкінішті жағдай. Әрбір суға батқан қайғылы жағдай кезінде біз туған туыстармен, ата-аналармен көріп отырамыз. Өте қиын жағдай. Сондықтан құрметті осы облысымыздың тұрғындары, қонақтары су айдындарында қарапайым ғана қауіпсіздік шараларын сақтаса деп сұранамыз. Ол біріншіден өз күшін білмей белгісіз жерге барып суға түсуден қашуды. Одан кейін жаңа қасындағы бірге барған дос жарандары, жаңағы туыстарын қарап отырып, олардың да қауіпсіздік шараларын сақтауын. Ал мынау кәмелетке жасқан толмаған балалардың қымбатты дүние емес, мынау спасательный дейді, жаңа құтқару жилеттері бар. Соларды алып, солармен түсуін сұранар едік. Және де тереңдігін білмейтін жерлерге бірден сүңгуге, және де жарамсыз қандай да бір болса да жүзу құралдарын пайдаланбауға шақырар едім. Және де ең алғашқы нәрсе, тағы да айтып өтемін, балаларды ата-аналарының қараусыз қалдырмауын және мас күйде суға түспеулерін сұранар едік. Жақсы, рахмет. Енді мына өзіңіз келіп отырғаннан кейін сіздерге қарасты, сіздер тағы бір мәселе, мынау дала өрті бойынша да жаңағыдай белсеніп, ішінде қайнап, тіршілік етіп, жұмыс істеп жүрген өздеріңізсіздер. Міне осы мәселеге байланысты бізде әріптесім дайындаған шағын бейнематериал бар еді, соны көріп алайық. Сосын әрі қарай әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Табиғат аясында қандай да бір себеппен от жаққандар енді 291.700 теңге айыппұл арқалайды. Бұл жаза Қазақстандағы ерекше қорғалатын ұлттық парктердің аумағында заң бұзғандарға қолданылады. Осылайша Түркиядағы алапат өрттен кейін елімізде де тілсіз жауға қарсы шаралар күшейтіліп отыр. Статистиканы сөйлетсек, биылдың өзінде республикада 485 орман өрті тіркеліпті. Оның тең жарымына жуығы азаматтардың өрт қауіпсіздігін сақтамауынан екен. Дәл қазіргі мынау 40 градус ыстық осы шөптің жанып кетуіне тікелей себеп болмайды. Бұл жерде жану көзі болады. Шығуын себептеріне тоқталсақ, көбінесе табиғи жағдай емес, антропогендік, яғни адамның әрекетінен. Себебі күн қатты ыстық болғанымен, ол шөптің күннің тікелей әсерінен өздігінен жануына әжептәуір ыстық болу керек. Ал Түркістан облысының аумағында 30 миллион гектардан асатын 7 орманды алқап бар. Онда жыл басынан бері 2 өрт оқиғасы тіркелген. Сондай-ақ төтеншеліктер далалық аймақтардағы 75 қызыл жалынды ауыздық тапты. Жағдайдың ушығуына қуаңшылық пен аптап ыстықта әсерін тигізіп отыр екен. Десек те сала мамандары тілсіз жаудың алдын алу мақсатында минералды жолақтардың жүргізілгенін айтады. Ауа райының өте қыстық кезеңі, өрт қауіпті маусым. Біздің облыстағы орман қоры жерінің барлығы өртке қауіпсіздігінің 4-ші класына жатады. Ол деген аса қауіпті не? Енді қазір айтар едім, барлық аумақ біздің облыстағы 3.131.000 гектар жердің бәрі өте аса қауіпті, өрт қауіпті аумақтарда тұр. Сондай-ақ карантинге байланысты табиғат аясында тынығатындардың да саны артқан. Сол себепті мамандар азаматтарға қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Көріп отырсақ, бізде қазір қоғамдағы ең өзекті мәселенің біріне айналып кетті бұл да. Себебі қазір бұл да айналып келген азаматтардың қалай айтса болады, жауапкершілік аздығынан деп айтамыз ба, осындай оқиғалар жиілеп кетті, жаңа айтып жатыр ғой. Осы бойынша айтып өтіңізші, жалпы жыл басынан бері қанша осындай өрт оқиғасы тіркелді, жалпы қандай тірліктер атқарылып жатыр? Жалпы облыс аумағында биылды жылдың басынан бері 3 өрт оқиғасы тіркелді. Жалпы өрттің көлемі 41 гектарды құрады. Сонымен қатар жаңа бейне материалдан да көріп отқанымыздай, жылдың басынан бері 86 жану оқиғалары тіркелді. 715 гектарды құрайды. Жалпы тек қана жергілікті әкімшіліктермен 27 жану жағдайларына жергілікті әкімшіліктер өздері біздің өрт сөндіру бөлімдерін қатыстырмай өздері де сөндірді. Сонымен қатар дала орман өрттерін алдын алу мақсатында облыс бойынша өртке қарсы минералды жолақтарды
жүргізу басты мәселе болып табылады. Бұл біріншіден өрттің тез ошақтауға септігін тигізеді. Екіншіден минералды жолақтың екінші бетіне өтпей арнайған жаңағыдай жолақпен қорғалған аумақ қана жануына мүмкіндік береді. Енді жалпы республикалық маңызы бар жолдарда алатын болсақ 723 километрді құрайды. Облыстық маңызы бар жолдардағы 2262 шақырымды құрайды. Ал темір жолдың бойында да бізде 284 шақырымды құрайтын минералдық жолақтар жасалған. Бұлардың ендері енді әр жолдың маңыздылығына қарай әртүрлі болады. Жалпы толықтай оларды қалай істелгені бойынша комиссиялық түрде зерттеу жұмыстар жүргізіліп бітті қазіргі таңда. Сонымен қатар осы дала орман өрттерін алдын алу бойынша рейдтік іс-шаралар өткізіліп отырады. Жыл басынан бері 195 рейдтік іс-шаралар жүргізіліп, жаңа өзіңіз айтқандай жауапкершілігі төмен азаматтарға 514 азаматқа әкімшілік жаза қолданды. Жалпы салынған айыппұлдың сомасы 3,5 миллион шамасында ақшаны құрайды. Сонымен қатар облыс аумағында орман дала өрттері өтуі ықтимал 520 елді мекеніміз бар. Мынау енді өздеріңіз көргендей Түркия еліндегі қаншама елді мекен өртеніп отыр. Осы елді мекендердің айналасында да біз жаңа өрттен қорғау мақсатында минералдық жолақтар міндетті түрде жүргізіледі. Және де ерікті өрт сөндіру құрамалары мерзімдік құрылып отырады. Жалпы өртке қарсы қызметі құрылмаған елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін құру бойынша жоспарлы түрде жұмыстар атқарылып келе жатыр. Тек биылдың өзінде осындай қорғалмаған 7 елді мекенге 7 өрт сөндіру бекеттерін құрылды. Жалпы салыстырмалы түрде айтсақ, былтырғымен өрт оқиғасы алдыңғы жылмен салыстырмалы түрде қандай деңгейде? Былтырғымен салыстырған кезде бізде өрттің төмендеуі орын алып отыр. Осы есепті мерзіммен алатын болсақ, 2020 жылдың өзінде 24 өрт оқиғасы болған. Ал биылда тек 3 ғана. Оның себептері неде? Біріншіден себептері жаңағы рейдтік іс-шаралардың нәтижесі деп білуіміз керек. Екіншіден жаңағы адамдардың арасындағы үгіт-насихат жұмысында. Содан төмендеп отыр ма? Содан төмендейді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, көктемгі кезде егіс алқаптарын егу алдында ескі шөптерін, ескі жаңағы қураған бұта ағаштарды жинап өртеу мәселесі көп болатын. Бұларды қорғалмай өртеледі жаңағы, қарап тұрмай. Осының әсерінен желдің тұруынан ұшқындар пайда болып, үлкен орман дала алқаптарына өтіп кету оқиғалар көптеп тіркелетін. Екіншіден, мынау енді жазғы егісті жинау кезінде. Өздеріңіз білесіздер, кез келген егісті жинау кезінде техникаларды қолданады. Техникалардың барлықтарында бізде де үгіт-насихат жұмыстарын жаңағы егісті жинау алдында жүргізіліп отырады. Бұл біріншіден техникаларда пламя-гаситель дейді, орысша алауды сөндіру. Ұшқындарды жаңағыдегі ұстап қалу құрылғылары қойылу керек, тракторларға, комбайндарға. Бұрын осындай жұмыстарды мән бермей жүргізудің арқасында ұшқындар түсіп, кеуіп тұрған кез келген шөбі бар, егісі бар, тиген кезде лап етіп кетеді. Осындай алдын алу шараларының нәтижесі деп білеміз. Жаңағы айтып жатсыз, 514 адамға айыппұл салынды. Қалай анықталып, қалай сіздер салдыңыздар айыппұл? Бұл енді 514 тұлға деп отқанымыз негізінен бұлар жаңа орман алқаптарында демалыс барысында от жағуға тыйым салынған жерлерде от жаққан үшін. Екіншіден жаңағы өздерінің қураған шөптерін бар, ағаш бұталары бар, соларды қорғамай, өрт сөндіру бөлімдерін ескертпей өртеген үшін. Сонымен қатар жаңағы енді темекі тастау, жаңағы жолдың бойында от жағу, оларды енді толықтай қамту мүмкін емес. Оны көрген жағдайда, мысалы, біздің инспекторлар, біздің төтенше жағдайлар қызметкерлері, болмаса орман шаруашылығының қызметкерлері сондай фактіні көзбен көрген жағдайда
сондайда ғана штраф салады. Ал көрмесек енді ол былайша айтқанда, орысша айтқанда фиксация болмаса қалай жасай алмаймыз. Бірақ соған қарамастан сондай жаңа өрт болуы мүмкін жерлерде ақпараттық стендтерді көптеп орнатамыз. Орманды өрттен сақтайық, өрт тілсіз жау деген сияқты бағыттағы. Мамандарыңыз бен техникаларыңыз жеткілікті ме? Енді негізгі мәселе бұл жерде әрбір адамның артынан қарап жүру емес. Біз негізгі бағытты үгіт насихат жұмыстарын жаңа кеңінен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желілер арқылы ағарту жұмыстарын жүргіземіз. Ал енді инспекторлар мемлекеттің бекіткен штаты болғандықтан жеткілікті деп бекіткен, сондықтан осы бар штатпен, бар қызметкерлермен жұмыс атқарудамыз. Рахмет, басқа қосып алатыныңыз болса, мархабат, не бойынша? Енді осы өрт қауіпсіздігі бойынша да облысымыздың тұрғындар мен қонақтарын табиғат аясында, яғни орманды алқаптарда демалыс кезінде сіріңке мен темекі қалдықтарын сөндірусіз қалдырмауды. Сонымен қатар қандай да бір тамақ пісіргенде, басқа да астарды әзірлеген кезде сөндірілмей қалған шоқ қалдықтарын қалдырмауды. Және де рұқсат етілмеген жерлерде от жағуға тыйым салынатындығын, сонымен қатар тез тұтанатын жанармай, жағармай өнімдерін ашық күн сәулесінің түсетін жерлерінен тастамауды, сонымен қатар табиғат аясында шыны ыдыстар мен су ішкен жылтыр пластик ыдыстарды қалдырып кетпеулерін сұранар едік. Суда кетуге байланысты соңғы өзіңіздің түйініңізді айтсаңыз. Жалпы осы оқу жылында кәмелеттік жасқа толмаған балалардың суға шөгіп, осындай оқыс оқиға алғаны үлкен қайғылы оқиғалар деп есептейміз. Сондықтан жалпы бұл аталған өзекті мәселені жалпы қоғам болып, ата-ана болып, тіпті әрбір көшеде, әрбір көшенің ел ағасы болады, ауылдың биі болады ауылда. Осындай жиындарда түсіндіру жұмыстарын жүргізсе деймін, ата-аналарына әсіресе. Қоғам болып атсалысу керек. Жастар міне тек қана жаңа құқық қорғау органдарының қызметкерлері емес, ол жалпы қоғам болып атсалысуымыз қажет. Жаңа айтып отыр, билбордтар, стендтарда орнатылса, жаңағыдай аталған аудандарда көп оқиға орын алып отса, сол аудандарда, яғни сол каналдардың бойында билборд, стендтар қойылса, үлкен септігін алдын алу, септігін тигізеді ма деп ойлаймыз. Рахмет. Өзіңіздің түйініңізді айтсаңыз. Облыс тұрғындарына, қонақтарына, жаңағы ата-аналарға айтарым, жаңағыдай өздеріне сақ болсын дейміз. Суға шомылу кезінде басқа да жағдайлар болса. Сақ болсаң сақтайды дейсіз ғой. Өзіңнің бүгінгі түйгеніңді қорытындыласаң. Бүгінгі түйген бұл енді үлкен екі апат қой. Енді дала аймағында болсын, үйде болсын, жаңағы газ баллондарынан да болатын жағдайлар болады. Мен айтарым, халық, мысалы, еріктілік, волонтерлық деген, мысалы, жасқа қарамайды ғой. Үлкен кәрі, кіші болса да, халықтың жаңағы адамдардың, ата-аналардың әсіресе жаңағы бізбен қосылып, жаңағы үлкен алапаттардың алдын алу шараларына қатысса деймін. Ал құрметті студиямыздың қонақтары, сіздерге көптен көп рахмет. Бүгін келіп, уақыттарыңызды бөліп, қоғамдағы ең өзекті деген мәселелерге, қоғамның көкейінде жүрген сұрақтарға жауап бергендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше.